Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы, акционерлік қоғам филиалы Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында мұғалімнің кәсіби дамуы, білім беру жүйесін жаңартудың негізі тақырыбында қазақ тілі пәні мұғалімдер арасында семинар ұйымдастырылды. Теориялық білімді игеріп қана қоймай, тәжірибемен ұштастырып, семинар барысында спиральді білім беру бағдарламасы, тиімді оқу және оқыту, белсенді оқу, қысқа мерзімді сабақ жоспарын құрастыру, сөйлеу әрекетінің түрлерін дамыту бойынша тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым, оқу және оқыту үшін критериалды бағалау, белсенді оқудың стратегиялары мен жұмыстар жүргізіліп, орындалған тапсырмалар мақсатқа жетуге көзделді. Ұстаздар жаңартылған бағдарлама бойынша өз пікірлерімен бөлісті. Семинар қорытындысында тіл мамандары курс аясындағы игерген тәжірибеге сүйене отырып, оқытудың белсенді әдістерін тәжірибеде пайдаланудың негізінде педагогикалық шеберлікті жетілдіру мен ынтымақтастықты нығайтуда бір шешімге келді.